Қазір Астана жақта осындай каркасный контейнер үйлерден база отдыха жасап жатырмыз. Қыста -40-қа баратын ысқырып тұрған Астанаға салып жатырмыз. Бұны неге айтып жатырмын? Себебі өткенде көп адамдар видео астына жазып жатыр екен. Қыста үсіп өлесің ғой ішінде. Қалай ол? Жазда ыстық тартады ғой. Үс ішіне өмір сүре алмайсың ғой. Айналайындар. Бірнеше жылдан бері осындай жасап жатырмық. Жүздеген осындай домиктер жасап жаттық та, база отдыхалар, баня жасадық, дүкендер бәрін жасап жатырмық қой. Маманымыз ғой, біз қалай маманға сендер ақыл айтасыздар? Практикасы бар маманға. Бұл бір, екіншіден көп адамдар сұрап жатқаны, мынаның ішінде тек қана бір спальный ма не? Манағыдай, бір спальный болды ма, бітті ма дейді. Жоқ, ол дейтін бізге сіздерге көрсетқаным ол клиенттің тапсырысы. Оған сондай бір спальный керек. Егер сіздерге осындай дом, мысалы 2 спальный жасау керек болса, келесіздер маған келіп айтасыздар. Рад, маған 2 спальный, екеуінің ішінде душынан, гардеробымен, холл, кухня, сосын террасаға шығатын панорамный терезе деп айтасыңдар. Осындай метр квадрат болу керек размерлер. Мен сол бойынша проектін сызамын, дизайнын жасаймын, материалын есептеймін. Сосын ең соңында жұмысын шығарамыз. Қанша теңгеге шығады. Сосын ол жерде құрылыс материалдарына байланысты. Өткенде көрсетқан ең арзан 4,5 миллион дейтін, ол ең арзан материалдармен жасалған, ең арзан баға. Сосын сіз айтасыз, жоқ, маған ондай керек емес, маған ішін гипсокартонмен қолдайсыз, ана қаптайсыздар, анау мынау панорамный терезе бірдеңе айтасыздар. Уже ол кезде баға кішкене көтеріледі. Себебі олар панорамный терезе дейтіндер мысалы қымбат. Да, зато әдемі болады. Сол себепті оны қатып қалған нәрсе емес, біз осындай шығарып сатамыз деген жоқ. Кез келген клиент келеді де өзінің идеясын, фантазиясын айтады. Сол бойынша жасап береміз. Хай-тек стильде, Барн хаус дейді, анау мынау, А-фрейм хаус бәрін жасаймыз.